Шешендік сөздер. Атың даналы болса. Оқыған Ләззат Әлдибай, лүпіл басып, қолдап отырыңыздар. Таздар мен Сүлеубет елінің арасында біраз жылдан бері бітімін таппай созылып келе жатқан жесір дауын шешіп, ауылына қайтып келе жатқан Төле би қасындағылармен Бөген өзенінен өте бергенде анадай жерде келе жатқан бір топ қыз келіншектерді байқайды. Жақындай бергенде әлгі қыз келіншектер аттарынан түсіп, олардың алдын кесіп өтпей, ізет қылып тұрып қалады. Төле би оларға жақындап барады. Бәрекелді, өркендерің өссін, қай ауылдың балаларсыңдар? Қыздардың біреуі, Досай ауылынанбыз деп жауап береді. Төле би тағы да, әлде қашан өтіп кететін едіңдер? Аттарыңнан түсіп, бізді неге тостыңдар? Bir шаруаларың бар ма еді? Деп сұрайды. Шаруамыз жоқ ата, дейді әлгі қыз. Үлкен кісілер айтушы еді, кісінің алдын кесіп өтпе, оларға ізет қылып сәлем бер деп. Сіздердің жастарыңыз үлкен, араларыңызда қасиетті қариялар бар шығар. Жолын кеспейік, аттан түсіп сәлем берейік деп сіздерді сыйлап тұрғанымыз ғой. Жауабына риза болған Төле би енді қыздың аты жөнін білгісі келеді. Рахмет қызым, көп жаса. Кімнің қызысың? Атың кім? Алакөздің қызымын. Атым Данагүл. Бәрекелді қызым, өркенің өссін. Атың даналы болса, ақылың саналы болар түбі, дейді де Төле би жүріп кетеді. Бұлай шыққан соң оған ой келеді қасындағыларға. Аттың басын қыз ауылына бұрыңдар. Алакөз қандай адам екенін білейік. Сөйтеді де бәрі Төрткөлдің жазық даласымен жүріп отырып бір ауылға жетеді. Шеткері бір үйден Алакөздің үйі қайсы деп сұрайды. Ақ қалпақты жас жігіт. Алакөз жәкемнің үйі анау тұрған қараша үй деп сілтеп жібереді. Төле билер сол үйге барып аттан түседі. Момақан ғана Алакөз байдың жылқышысы еді. Топ аттылыны көргенде сасқалақтап, қалбалақтап қалады. Көршісінен бір қой қарыз алып сояды. Алдына барын жайып күтіп алады. Сол заматта Алакөздің үйіне бір топ аттылы кеп түсті. Ішінде атақты Төле би бар деген сөзді естіп, Жылқылыбай Алакөздің үйіне барып төкеңе сәлем береді. Ау биеке, менің 8 қанат ақ үйім тұрғанда жылқышының қара лашығына түскеніңіз қалай? Мен сіздерді шақырып келіп тұрмын. Тай соямын, қымыз сапырамын. Алакөздің үйінде жағдайларыңыз болмайды. Кәне жүріңіздер дейді. Сонда Төле би, байеке әуре болмаңыз. Сіздей байлардың үйіне түсіп жүрміз ғой. Bir жолы Алакөз сияқты кедейлердің де үйін көріп қойғанымыз теріс болмас деп оған көнбейді. Ет пісіп кісілердің алдына табақ тартылыпты. Төле бидің алдына бас қойылыпты. Бисмиллахир деп бастың құйқасынан дәм ауыз тиіпті де, Алакөзінім, балаң бар ма? Балам жоқ. Данагүл деген қызым бар. Сол қызыңды бері шақыршы. Ошақ басында самаурын қайнатып қолқабыс тигізіп жүрген Данагүл үйге енеді. Төле би бастың құйқасын қасқалап кеседі де, бір құлағын, тілін, таңдайын алып қызға береді. Мынадай тілек айтады. Шырағым, құлақ бергенім, екімнің бірі бас ие бол дегенім. Тіл мен таңдай бергенім, іштегі құпиямды айттырмай тауып шешіп отыратын шешем бол дегенім депті. Қыз, рахмет ата, тілегіңіз қабыл болсын деп шығып кетеді. Бата беріледі, дастархан жиылады. Енді Төле би Алакөзге қарап, сенімен құда болғым келіп отыр, бұған қалай қарайсың? дейді. Жапарқұлда жан бар ма? Бүкіл елді аузына қаратып жүрген Төле бидей кісі солай деп қолқа салып отырған соң Алакөз мақұлдап ризашылығын білдіреді. Атасы билікпен, ел қамымен жүргенде Данагүл ауыл адамдарын, өзінің құрбы құрдас абысын ажындарына ақылшы бас көз болып жүреді. Данагүлдің ақылды сезімталдығын, Төле би атасының ішкі ой сезімін, емеурін тұспалдарын айтқызбай түсінетін ел былай аңыздайды. Bir жолы Төле би Мойынқұм елінің дау-дамайын шешіп жүріп, ауылына қайтпақ болып қасындағы жігітіне қай жолмен жүрсек екен депті де, сөзін қайта жалғапты. Bir жол бар, ел жағалап жүретін, онымен жүрсек ауылға 10 күнде жетеміз. Bir жол бар, шөл аралап жүретін, ол жол төте, ауылға 5-ақ күнде жетеміз. Жігіт ел жағалап қона жатып жүргенше төтесінен күн түн демей жүріп отырып елге ертерек жеткен дұрыс-ау биеке. Ауылда сізді күтіп тұрған шаруа да аз емес шығар депті. Сенің айтқаның жөн екен. Олай болса тарт сол төте жолмен дейді би. Сонымен екеуі бюрат құмды кешіп жүріп кетеді.
Бүгін құдық басында отырған жалғыз үй түйешіге кездеседі. Одан сусындап, аттарының белін босатып, жемдеп алады да тағы ілгері жүреді. Түнделетіп саймен келе жатқанда бір топ қарақшылардың қолына түсіп қалады. Өздері аш бөрідей шөл кезіп, жол торып жүрген қарақшылар екеуін аясын ба, аттарын аударып, киімдерін тонап алады. Екеуін екі түп сексеуілге матап тастайды. Олар өздерінің кім екенін қарақшыларға айтпайды. Төле қарақшыларға былай дейді: «Ей жігіттер, сендерге біздің жанымыз керек пе? Жоқ, малымыз керек пе? Егер жан керек болса, көп азаптамай өлтіріңдер. Ал мал керек болса, мәмілеге келейік. Бізде сендерге жететін мал бар. Алдарыңа айдатып әкеп берейік. Бізді босатыңдар». «Әрине бізге мал керек», дейді қарақшылардың бастығы. «Біз осы шөл далада мал табу үшін жүрмегенде не үшін жүрміз? Бірақ сендер малды қайдан тауып бересіңдер? Бізді алдап кетіп жүрерсіңдер». «Менің ауылымда», дейді Төле, «сендерге жететін мал табылады. Мен бай адаммын, бірақ мені ауылға жібермейсіңдер, әрине, сенбейсіңдер. Олай болса былай етіңдер. Біреуің менің атыма мініңдер. Киімімді киіңдер, мен хат жазып берейін. Кенже ұлыма құда түстім. Соған 40 құнан атан, 20 бура, 8 ақбас атанымды осы барған адамнан айдатып жіберіңдер. Және оң босағамда тығулы жатқан алтынымды, сол босағамда жатқан күмісімді де қоса беріп жіберіңдер деп жазамын». Жалғасы бар. Қарақшылар орталарынан екі жігітін шығарып, мыналардың киімін кигізіп, аттарына мінгізіп, қолдарына хатты беріп жібереді. Екеуі салып ұрып Төле бидің аулына жетеді. Хатты табыс етеді. Екі жігітті біз малымызды жинастырғанша тыныға тұрыңдар деп бір оңаша үйге түсіреді. Ауыл адамдары хатты олай оқып, былай оқып, ештеңе түсінбейді. Сенбейін десе, хатты өз қолымен жазыпты. Киімін кигізіп, атын мінгізіп жіберіп отыр. Сенейін десе, 40 құнан атан, 20 бура, 8 ақбас атан, оң босағадағы алтын, сол босағадағы күміс дегені несі деп бәрі дал болып отырғанда Данагүл келіп атасының хатын оқиды. «Сіздер атамның бұл хатына түсінбей отырсыздар. Мен білсем, ол кісі 40 қарақшының қолына түсіп қалған болу керек. 40 құнан атан дегені 40 мықты жігіт, 20 бура дегені 20 палуан, 8 ақбас атан дегені 8 ақсақал кісіні балам мен келінім ертіп келсін дегені ғой. Алтын дегені баласы, күміс дегені келіні мен шығармын. Ой, тезірек аттанып барып құтқарып алайық». Данагүлдің тапқыр даналығына ауыл адамдар риза болып оның айтқанын орындайды. Хатта көрсетілген малды екі қарақшыға айдатып, Төле бидің баласы мен келіні бірге жолға шығады. Олар ұзай берген соң артынан 40 жігіт, 20 палуан, 8 ақсақал көрінбестен еріп отырады. Жақындай бергенде Данагүл екі қарақшыға: «Сіздер озып барып хабар беріңіздер, біз малды жая жүріп кешке қарай жетеміз», дейді. Екі қарақшы шабуылдап барып, мал келе жатыр дейді. Өзге қарақшылар мол олжаға кенелетін болдық деп аттарын қоя беріп, жай барақат жата береді. Ел жатып олар ұйқыға кіріскенде 40 жігіт, 20 палуан бәрі сау етіп қарақшыларды сойылдап, байлап, қолға түсіріп алады. Сонда Төле би пенде болған қарақшыларға: «Келер кезек өмір біреу, кезек екеу» деген осы жігіттер. «Кеше мені тұтқындап едіңдер, бүгін сендер қолға түстіңдер. Дүние кезек деген осы. Сендер шөліркеп келе жатқан жалғыз жарымды тонайсыңдар. Елді зар жылатып, малын талайсыңдар. Біреудің бермесін тартып аласыңдар. Адал еңбек етпейсіңдер. Шөл далада қаңғырып, қатын жоқ, бала жоқ, ит қорлықпен күн көресіңдер. Қанша жыл қарақшылық қылсаңдар да құтаймайсыңдар. Істегендерің ұрлық, ал ұрлық түбі қорлық. Қойға шапқан қасқырды ұрып алар болар. Сендер де бір, қасқыр да бір. Сендер де ұры қары қарақшыға не істесе де болар еді. Әттең, амал қанша. Сендерге өлім сыйлағанша өмір сыйлағым келіп тұр. Мен Төле би деген билерің боламын. Тілімді алсаңдар тәубаға келіңдер. Қарақшылықты қойыңдар. Адал еңбек етуді ойлаңдар. Бала шағаға қарап, ел қатарлы тірлік етіңдер.
ұрпақ өсіріңдер. Үйлі жайлы болып, мал жинап, егін егіп, күн көрейік десеңдер, мен сендерге көмектесемін, қамқор боламын, жер беремін, мал беремін. Егер менің айтқаныма көнбесеңдер, өз обалдарың өзіңе. Қане, не істейсіңдер? Өлім керек пе, өмір керек пе? Төле би осылай дегенде, қарақшылардың бастығы Қарашойтпақ Бұжырбек нардай жігіт бидің алдына кеп басын иеді. Айналайын би аға, сіздің бұл сөзіңізге түсіндік, біз көндік. Рас айтасыз, ұрлық қылғаннан тапқан пайдамыз жоқ. Тек қана елдің қарғысына қалдық. Осы 40 жігіт туғаннан қарақшы боп туған жоқ. Біріміз ойдан, біріміз қырдан, жоқшылық, зомбылықтың салдарынан жиналып, ұры-қары боп кетіп едік. Сөйтіп елден, үйден безіп, аш бөрідей шөл даланы кезіп, ұрлық-зорлықпен күнімізді өткізіп жүрдік. Енді міне, сіздей қамқор, әділ кісіге кездесіп тұрмыз. Лайым айтқаныңыз келсін. Біз сіздің соңыңыздан ердік. Сіз не десеңіз, соған көндік. Жанымыз қолыңызда. Бар шынымыз, сізден тілегіміз осы би аға. Басшылардың осы тілегін мақұлдап, өзге жігіттер шу етіп, бізге тұс-тұсынан өтініш алғыстарын жаудырады. Төле би сөйтіп, өзін тұтқындаған 40 қарақшыны тәубаға келтіріп, еліне ертіп барады. Біріне қой баққызады, біріне түйе баққызады. Бірі егін егіп, диқаншылықпен айналысып кетеді. Ұста, етікші, зергерлік қолынан келетіндеріне дүкен тұрғызып, жағдай жасайды. Бәрі де адал еңбекпен шұғылданып, Төле бидің ел жұрты атанып кетеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Пікір жазып, қолдап отырыңыздар.